Nobel сыйлығының иегері физик теоретик Эрвин Шредингердің шешімі жоқ эксперименті туралы естігенсіз бе? Елестетіңіз, жабық қорап бар, оның ішінде тірі мысық, уы бар ыдыс, детектор, радиоактивті атом бар. Кванттық механика заңдары бойынша атом бір мезгілде ыдыраған және ыдырамаған күйде бола алады. Бұл суперпозиция деп аталады. Егер атом ыдыраса, детектор іске қосылады, у шығады, мысық өледі. Егер ыдырамаса, у шықпайды, мысық тірі қалады. Қорап жабық тұрғанда біз атомның нақты күйін білмейміз. Кванттық теория бойынша ол бір мезетте екі күйде де болуы мүмкін. Демек, мысықта бір уақытта әрі тірі, әрі өлі деген нәтиже шығады. Бірақ біз қорапты ашқан сәтте ғана бір шындықты көреміз. Оған дейін ақиқат нәтижені білу мүмкін емес. Гёдель теоремасы айтқандай, кез келген күрделі жүйеде дәлдеуге де келмейтін, теріске шығаруға да болмайтын тұжырымдар болады. Құдай бар ма деген сұрақ дәл осы категорияда. Логикалық жүйенің ішінде оны да дәлелдеу мүмкін емес, жоққа шығару да мүмкін емес. Сол себепті атеист пен сенушінің бітпейтін дауының мәні жоқ. Шредингер мысығының мысалындағы қорапты ашпайынша ақиқатты білмейтінін іспетті, адам өмірден озбайынша Құдай бар жоқ сұрағының нақты жауабын таба алмайды. Сенім сол үшін де сенім, ғылыми факт емес. Сенім ғылыми факт болған кезде сенім болудан қалады, сынақтың мәні жоғалады. Мен мұны логикалық лабиринт немесе белгісіздік аймағы деп атаймын. Бұл аймаққа жеткен адам не істеу керек? Бұған Блэс Паскаль керемет жауап берген. Құдай бар немесе Құдай жоқ ұтысына тігу арқылы жеңу немесе жеңілу тәуекелін өлшеп көрейік. Екі жағдайды аламыз. Егер жеңсең, барлығын ұтасың, джекпот. Егер жеңілсең, барлығын жоғалтасың, банкрот. Сондықтан ойланбай Құдай бар дегенді таңда. Егер Құдай жоқ болса, және мен оған сенсем де, мен ештеңе жоғалтпаймын. Егер Құдай бар болса, және мен оған сенбесем, мен бәрін жоғалтамын деп айтқан. Атеист үшін екі жағдай бар: дүние және бостық. Себебі ол өлімнен кейін өмір жоқ деп есептейді. Ал сенуші үшін екі жағдай бар: дүние және ақырет. Сен сенуші адамсың және Құдайға сеніп өмірден өттің. Өлген соң Құдай бар болса, сен ұтасың. Ал егер Құдай жоқ болса, ештеңе жоғалтпайсың. Қорытынды: ақырет плюс, бостық плюс. Яғни сенуші адам екі жағдайда да ештеңеден ұтылмайды. Ал енді кері жағдай: сен атеистсің және Құдайға сенбей өмірден өттің. Егер Құдай жоқ болса ұтасың, ал егер Құдай бар болса, онда ұтыласың. Енді екеуінің ұпайын салыстырайық. Сенуші 2+ және атеист 1+. Блэс Паскальдың айтқысы келгені осы еді. Математикалық пайда тұрғысынан Құдай бар деген нұсқа әлдеқайда ұтымды болады.